Енді сабағымызды жалғастырайық. Білесіздер, біздер алдыңғы сабақта жол ережесін сақтаймыз. Өттік, соның бүгін екінші сағаты. Енді оқушылар, бізде бүгін сабағымыздың мақсаты сюжетті суреттің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Енді кітаптарымызды барлығымыз ашсақ, біздер енді сабағымызды жалғастырайық. Бірінші тапсырмадан бастайық. Оқушылар, білесіздер, сіздер жол ережесін алдында кітаптан өттік, жақсы ма? Осы топтарға бірінші топ біздер мына топ бар. Бірінші топқа мен жол белгілерін беріп жатырмын. Осыларды жол белгілерін қарап алыңдар, балалар тапсырманы тыңдап алыңыздар, иә? Мына жол белгілерін мағынасын түсіндіресіздер, қандай жол белгі екенін айтасыздар. Біріншіден, екінші тапсырма сіздерге осы жол белгілері арқылы, мен 3 жол белгісін беріп тұрмын ғой, сол бойынша сіздер мәтін құрайсыздар. Дәптерлеріңізге жазасыздар мәтінге, бір-бірімен байланысы болатын болсын. Содан кейін осының ішінен сын есімдер сіздер қатыстырып құрау керексіздер де, сол сын есімдерді тауып астын сызу керексіздер, жақсы ма? А4 қағаз берем, соған сын есімдерді теріп жазып аласыздар, жақсы ма? Сіздерге мындай жол белгісі, қараңыздар, дәптерлеріңізді жазыңыздар, қандай жол белгілері. Екінші тобына сіздерге міне көріп тұрғаныңыздай балаларына жол ережесін айтасыздар, қандай екенін, дәптерлеріңізге жазасыздар, сосын мәтін құрастырып жазасыздар. Сіздерден тездетіп шапшаң мәтін құрастыра қойыңыздар. Сын есім ішінде болатын болсын, қатыстырып жазыңыздар. Сіздерге үшінші топқа міне уақыт берем сіздерге. 5 минут уақыт берем, тездетіп орындай қойыңыздар. Қандай жол ережесіге қараңыздар. Жақсы. Жұмыс жасаймыз, тездетіп жазыңыздар дәптерлерді. Жол ережелерін айта ғой. Мына не белгісі? Мынау жаяу жүргіншілер жолы. Дұрыс па, балалар? Жаяу жүргіншілер жолы деп дұрыс па? Мына біріншісі? Дұрыс, я келесі. Бұл велосипед жолы. Я, дұрыс, келесі. Бұл балалар жолы. Балалар жолы, дұрыс. Енді осыларда қатыстырып сөйлем құрадың ба? Оқи ғой, сөйлем кімде? Әжесі мен немересі жолда жаяу жүргіншілер жолымен келе жатыр. Олар жол белгілерін көрді. Әжесі сүйікті немересіне жаяу жүргіншілер үйретті. Басталған мына белгілер, егер сен ойнауға шықсаң, балалар жолымен жүр дейді. Ал велосипедтен шықсаң, велосипед жолымен жүр деген дұрыс деп әжесі немересіне айтады. Барлығы бір-бірімен қатыстырып тұр, әңгімесі жақсы. Ішіне сын есімдер тақтыңдар ма? Оның ішінде заттанған сын есім бар ма? Қандай айта қойыңыздар? Ақылды, жаяу, сүйікті, велосипед. Дұрыс па, балалар? Дұрыс деп ойлайсыздар ма? Топ барыңыз келсесіздер ма? Ішінде заттанып тұрған сын есім қайсысы? Заттанып тұрған, иә? Ақылды, оқи қойшаны сөйлемін ақылды дегенде. Оларды білсең, сен ақылды боласың. Я, оларды білсең, сен ақылды боласың дейді. Ақылды деген сұраққа қойшы, сөзге сұрақ қойшы. Қандай ақылды? Ал бірақ сөйлемде келгенде қандай сұрақ қойып тұр? Сен ақылды боласың. Сен Қандай боласың? Кім боласың? Сен ақылды боласың. Жақсы, отыра қойыңдар. Балалар, мұнда спектр көріп тұрсыздар бойынша жол белгілерін қысқаша әңгімеге. Егер сіздер балалар бірінші жол белгілерін суреттен қарап анықтау, бірінші топ тыңдаңдар. Бір балмен бағаланар, заттанған сын есімдер қатыстыру 1 балмен, және мәтіннің құрылысы сабақтасуы 1 балмен бағаланады. Сонда сіздер балалар мына топ 3 бал алып тұр. Бағдаршамны көзімен, жасыл көзімен бағалаймыз сіздер, 3-уін алдыңыздар. Келесі топ дайынсыздар ма? Шыға қойыңыздар. Қорғап шыға қойыңыздар. Бұл айналма қозғалыс. Балдар, дұрыс па? Айналма қозғалыс дейді. Дұрыс па? Екінші. Бұл тіке қозғалыс. Тіке қозғалыс, дұрыс па? Дұрыс. Бұл солға бұрылыс. Солға бұрылыс. Жақсы меңгергенсіңдер.
Келесі, мәтін құрамы айтамын. Машиналар кептеліске түскен үшін жол белгілері бар. Айналма жол кедергілерді еңсеру үшін жасалған. Жол белгілері солға бұрылу және тіке қозғалыс жүргізушілерге алдын ала бағыттарын реттеуге көмек береді. Жол ережесін білмесең, білімдіден үйрен. Өте жақсы, жарайды. Енді ішіне сын-есімдер таптыңдар ма? Айналма жолға тіке білімдіден деген сын-есім заттан түрі. Дұрыс, себебі біздер тілдік бағдарда сын-есімнің заттанын өтіп жатыр. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сіздер де отыра қойыңыздар. Үшінші топқа бұл жауап берген. Бұл жарайсыңдар тобыда. Сіздерді де бағдаршағының жасыл көзімен бағалаймыз. Үшінен алдыңыздар. Өте жақсы оқушылар. Енді бізде жауап бермеген екінші топта дайынбыз ба? Сенімділер тобы келе қойыңыздар. Президенті қорғанып қойыңыз. Сенімділер тобы өздеріне сенімді шығарып көрейік. Келе қойыңыздар. Көрсетіңіздер жол белгілерін тұра қой. Айта қой. Бұл қандай белгі? Келесі. Жаяу жүргіншілердің Жолы тыйым салынатын тыйым салынатын белгі. Жақсы. Аялдамасызға қозғалысқа тыйым салынады. Тыйым салынады да, жақсы. Енді сөйлемдеріңізді қатыстырып оқи қойыңыздар мәтінді. Адамның қауіпсіздігі үшін қазіргі таңда қауіпсіздік ережесі бар. Мына белгі аялдауға тыйым салынған белгі. Онда үлкендерге машиналармен аялдауға болмайды. Ал аялдамасыз қозғалысқа тыйым салынған белгі аты айтқандай аялдамасыз қозғалысқа жүруге болмайды. Бұл мәтіннен сын-есім табылған қозғалыс мынау үлкендерге және аялдамасыз. Сұрақтары қандай? Қандай сұраққа жауап берді? Қандай қай? Қандай қай деген сұраққа, иә? Заттан тұрған сын-есімді табайықшы ішінен. Үлкендер. Ойбай. Қайсысы? Қауіпсіздік. Заттан тұрған сын-есім қайсысы ішінде? Дұрыс па балалар? Үлкендерге. Үлкендерге. Сұрақ қойшы? Кімдерге. Кімдерге, да? Дұрыс па? Түбірі қайсысы? Түбірі. Үлкен. Сұрақ қой. Қандай? Иә. Енді үлкендерге дегенде қандай сұраққа жауап бердік? Кімдерге, иә. Қай сұрақтың несі? Барс септігінің, иә? Молодец, отыра қойыңдар. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Сіздердің жауаптары толық. Бағдаршамды жасыл түсімен сіздерді бағалаймыз. Үшеуін алдыңыздар. Өте жақсы балалар. Жол белгілері жақсы меңгерген екенсіздер. Екінші тапсырмамызды орындайық, иә? Ғаламтормен жұмыс жасайық, балалар, барлық телефондарыңызды алайық. Біздер заттанған сын-есім бар құрамында 3 мақал мәтел жазайық, жақсы ма? Құрамында 3 мақал мәтел, заттанған сын-есім бар, мақал мәтелдер жазайық. Ал тез-тез оқушылар. 5 минут уақыт беремін сіздерге. Барлығымыз дәптерлеріңізді ашып жазайық мақал мәтелдерді. Және соның мағынасын түсіндіресіздер. Ішіндегі заттанған сын-есімді тауып маған айтасыздар, жақсы ма? Жаза қойыңыздар. Еріншектің ертеңі бітпес. Еріншектің ертеңі бітпесті мағынасы ол еріншек ертеңге бәрін қалдыра береді. Сын-есімі еріншектің түбірі еріншек, жұрнағы тіл.
Септің ба? Жұрнақ па? Иә. Септік жалғау емес па? Септік жалғау. Иә. Септік жалғау арқылы не істеп тұр? Түсінесің? Айтылып тұр. Заттанып тұр. Келесі. Ақылды байқап сөйлейді, ақымақ шайқап сөйлейді. Кім? Ақылды. Ақымақ шайқап сөйлейді. Кім? Ақымақ. Бұл жерде заттанып тұр. Заттанып тұр, түсінесің. Мағынасын айта қойшы мақалдың. Ақылды деген өз сөзіне байқап сөйлейді, ал ақымақ деген өз сөзіне байқап сөйлемейді. Аузына не келеді, соны айта береді. Айта береді деген сөз дұрыс. Мариям, айта ғой. Жаяуға жол алыс, жаяу жүрсем, көптерден қырағында жай баратын жеріне жай жетеді. Сын есімі жаяуға. Түбірі жаяу. Ға ол Септік. Септік. Жалғау. Не істепті? Септік жалғауының Сын есім заттан тұр. Жақсы отырады. Отыра ойындар сіздерге. Кішіге ізет. Бұл жерде сын есім үлкенге, кішіге. Түбірі үлкен, септік жалғауы. Түбірі кіші, септік жалғауы. Бұл жерде сын есім заттанып тұр. Сөздің мағынасы үлкенге құрмет көрсету керек, ал кішіге үлкендігін көрсетіп, ізет көрсету керек. Өте жақсы, кішіге қамқор болу керек та. Жақсы, келесі. Екіншісі, жақсымен жолдас болсаң, жетерсің жұртқа, жаманмен жолдас болсаң, қаласың ұятқа. Бұл жерде сын есім жақсымен және де жаманмен. Жақсымен деген сөздің түбірі жақсы, мен деген септік жалғауы. Жаманмен деген сөздің түбірі жаман, мен септік жалғауы. Бұл мақал материалдың мағынасы жақсымен жолдас болсаң, жетесің өзіңнің мұратыңа, ал жаманмен жолдас болсаң, достардың алдында ұятқа қаласың. Өте дұрыс. Келісесіңдер ме балалар? Иә. Айта ғой апамыз. Жақсыдан жаттық жоқ. Бұл жерде жақсыдан деген сөзден жақсы деген сөз түбірі да деген жалғауы. Жарайды үшірден. Қызық, жаманы күйік. Бұл мақал мәтелдегі сын есім жақсысы және жаманы. Жақсысының түбірі жақсы, ал септік жалғауысы. Жаманы деген сын есімнің түбірі жаман, ал септік жалғауы. Жақсы, отыра ойындар балалар, тез. Отыра ойындар. Сіздерге де Бағдаршаның жасыл көзінден бағалайды екеуінен. Енді балалар, тездетеміз, қазір тест орындап жіберейік. Тез дәптерімізді ашамыз. Бірінші топқа, міне мына тест. Қазір мен неден ашамыз. Екінші топқа. Үшінші топ, міне мына екінші топқа берем. Тез дәптеріне жауабын орындап ойындар. Балалар ауыстыр жіберейік. Жаңа тест бойынша сіздер бестің бесеуі да, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Өте жақсы. Сіздер бестің бесеуі бар? Жақсы, өте жақсы. Сіздер? Бестің нешеуі дұрыс сіздерде? Екеуі дұрыс, апай. Екеуі дұрыс, үшеуі дұрыс емес, да? Аға, міне біреуі, қазір біреуін берем сіздерге. Жақсы балалар. Сіздер нешеу? Бағдаршаның өзі 8 сіздер. 8 сіздерде? 7 болып қалды сіздер, да? Сіздерде 7 болды. Жақсы балалар қатысқандарыңыздан өте жарайсыздар. Керемет өз білімдеріңізді көрсеттіңіздер.